Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін мен сіздерге бағандап көбейтуді үйреткім келеді. Ол үшін әуелі көбейтудің компоненттерін есімізге түсіріп алайық. Көбейткіш және көбейтіндінің мәні. Енді мысалы бізге мынадай есеп беріледі. Мысалы 189 бен 3-тің көбейтіндісі. Біз көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Ол үшін балалар әуелі бірліктерді көбейтіп аламыз. Бұл жерде балалар 9 бен 3-ті көбейтіп аламыз. 9 бен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең. Біз 7-ні жазамыз, 2-ні ойымызда сақтаймыз. Енді екінші балалар. Ондықтарды көбейтеміз. Мына 8 бен 3-ті көбейтіп аламыз. 8 бен 3-тің көбейтіндісі 24-ге тең. Ойдағы 2-ні қосамыз, 26. 26 санында балалар біз 6-ны жазамыз. Тағы да 2-ні ойға сақтаймыз. Енді жүздіктерді көбейтейік. 1 мен 3-ті көбейтеміз. 3-ке тең, ойдағы 2-ні қосамыз. Сонда 3 пен 2-нің қосындысы 5. 567. Осылай шығады балалар. Енді тағы да бағандап көбейтуге есеп шығарайық. Мысалы, біз балалар 59 бен 9-ның көбейтіндісі деп алсақ болады. Әуелі балалар тағы да бірліктерді көбейтеміз. 9 бен 9-ның көбейтіндісі 81-ге тең балалар. Біз 1-ді жазамыз, мына 8-ді ойымызда сақтаймыз. Екінші, ондықтарды көбейтейік. 5 пен 9-ның көбейтіндісі 45-ге тең. Ойдағы 8-ді қосамыз. 45 пен 8-дің қосындысы 53. 531 шығады балалар. Міндетті түрде артындағы цифрды жазамыз, ал алдындағы цифрды балалар ойымызда сақтаймыз. Енді келесі 237 мен 4-тің көбейтіндісі. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту керек. 237 санында балалар бірліктерді көбейтіп алайық. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. Бұл жерде 8-ді жазамыз, 2-ні ойымызда сақтаймыз. Енді келесі ондықтарына 3 пен 4-ті көбейтіп аламыз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. Ойдағы 2-ні қоссақ 14. 4-ті жазамыз, ал 1-ді ойымызға сақтаймыз. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. Ойдағы 1-ді қосқанда 9. Сонда балалар бұл жерде 237 мен 4-тің көбейтіндісі 948-ге тең. Тағы да компонент есімізге түсірейік. Мынау көбейткіш. Бұл көбейтіндінің мәні болады балалар. Тағы да балалар шығарсақ болады. Мысалы 87 мен 3-тің көбейтіндісі деп алайық. Бұл жерде солай. Әуелі соңында балалар 7 мен 3-ті көбейтіп аламыз. 21-ге тең. 1-ді жазамыз. Мына 2-ні ойымызда сақтаймыз. 8 мен 3-тің көбейтіндісі 24. Ойдағы 2-ні қосқанда 26. Сонда 87 мен 3-тің көбейтіндісі балалар 261-ге тең. Балалар, бұл сіздерге қысқаша түсіндіру болды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылып қойыңыз. Сау болыңыз балалар.